Қайырлы күн достар, кешкі уақытта қандай тамақ істеріңізді білмей отсаңыз, сізге керемет болып шығатын күріш көженің рецептімен бөлісейін. Күріш көже болмаса күріш сорпа деп те атайды. Бізге ең алдымен ет керек болады. Етті кез келген етті алсаңыздар болады. Менде сиыр еті, одан соң пияз, картоп, сәбіз, күріш және де қызанақ керек болады. Ең бірінші қазанымызға майды құямыз. Оны қыздырып болғаннан кейін етті салып, етті 10-15 минут бойы араластырып отырып қуырып аламыз. Одан соң көкөністерді кезек-кезегімен салып, әрқайсысын 3-4 минуттан қуырып отырамыз. Үстінен дәміне қарай тұз, паприка және қара бұрышты салып жақсылап араластырамыз. Өзімізге керекті мөлшерде суды құйып, қақпағын жауып, 30-40 минутқа орташа отта пісіріп аламыз. Отыз-40 минуттай өткеннен кейін үстінен күріш және де картопты саламыз. Екеуін бір уақытта салсаңыздар болады. Одан соң қақпағын жауып, тағы да 15-20 минутқа қалдырып пісіреміз. Біздің сорпамыз дайын, түрі де, дәмі де өте керемет болып шыққан. Кесеңізге құйып, бетінен майдалап ас көкті турап, дастарханыңызға, қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Сізге осы рецепт ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрикамал, сіздерге ас болсын.